Бір кездері бұл қала таза, жарық әрі әдемі еді. Адамдар табиғатты аялап, қалдықтарды сұрыптап өмір сүретін. Бірақ бір күні бәрі өзгере бастады. Бүгін қоқыс көп жиналыпты, бәрін бір жәшікке тастай салайыншы, уақыт жоқ қой. Пластик, қағаз және тағам қалдықтарын бір шелектің ішіне салады. Кеш болады, қыз ұйықтап қалады. Кенет қоқыс шелегі жылтырай бастайды. Ішінен күбір естіледі. Ей, менің орным қағаздардың арасында емес қой. Дұрыс айтасың, мен қайта өңделіп жаңа дәптер болуым керек еді. Мені мұнда неге лақтырдыңдар? Мен әлі талайға жараймын ғой. Егер мен жерге түссем, топыраққа айналып гүл өсірер едім. Айдана оянып кетеді үреймен. Не болып жатыр? Қоқыстар сөйлеп тұрма? Пластик бөтелке. Я, сен бізді араластырдың. Біз өз орнымызды таба алмай жүрміз. Адамдар бәрін бірге тастайды. Ал біз қайта өңделмей табиғатты ластаймыз. Айдана ұялып. Кешіріңдер. Мен мұның соншалық маңызды екенін білмеппін. Кенет бөлмені жарық сәуле шарпиды. Аспаннан жарқыраған кейіпкер түседі. Қолында таяқша, айналасында сандар мен формулалар айналып тұр. Айдана таңырқап. Сіз кімсіз? Ханшайым. Мен математика ханшайымымын. Табиғат тепе-теңдігін бұзған кезде мен келемін. Математика тәртіп пен үйлесімнің тілі. Қалдықтар әлемінде тәртіп орнату үшін сандар көмектеседі. Айдана, математика мен қоқыстың не байланысы бар? Ханшайым, көр де тұр. Математика табиғатты сақтайтын сиқыр. Ханшайым, мына есептерді шешіп көрші Айдана. Егер жауап тапсаң, қалдықтар жаңа өмірге ие болады. Ханшайым, 1 тонна қағазды қайта өңдесек, қанша ағашты сақтаймыз? Айдана, ойланып. 17 ағаш. Қағаз парағы қуанып. Дәл солай, мен орманды сақтадым. Қағаз жарқырап жаңа дәптерге айналады. Ханшайым, ал егер 1 тонна пластик қайта өңделсе, неше литр жанармай алуға болады? Айдана, 700 литр. Пластик бөтелке. Мен енді отын бола алам. Пластик орындыққа айналады. Шыны да жарқырап, әдемі вазаға айналады. Шыны, қайта өмірге келді. Қалдықтар қайта өңделіп, жаңа заттарға айналып жатыр. Қағаз дәптер, пластик орындық, тыңайтқыш, ваза. Айдана қуанып. Сонда әрбір есеп табиғатты қорғаудың жолы ғой. Ханшайым, дәл солай Айдана. Сандармен ойласаң, табиғатты сақтай аласың. Әр тонна қағаз бір орман. Әр бөтелке жаңа мүмкіндік. Әр есеп өмірдің шешімі. Кенет таң атады. Қала қайтадан жарықтанып, гүлдер өсіп, ағаштар жайғалады. Балалар түрлі түсті жәшіктерге қалдықтарды сұрыптап тастап жүр. Айдана, мен де енді қоқысты сұрыптаймын. Қағаз көк жәшікке, пластик сары жәшікке, шыны жасыл жәшікке. Міне, сол күннен бастап қала қайтадан таза әрі әдемі болды. Адамдар қалдықтарды сұрыптап, қайта өңдеу арқылы табиғатты сақтауды үйренді. Айдана, бәрі қарапайым. Санмен ойла, табиғатты сақта.